Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих сабағына қош келдіңіздер. Балалар, бүгін бізде сыныпта кім жоқ? Бүгін сыныпта барлығы түгел. Ал оқушылар, енді біз алдыңғы білімді Learning App платформасы арқылы қорытындылайтын боламыз. Балалар, бұл жерде ақиқат немесе жалған деген яшықтарды таңдау арқылы өздеріңіздің дұрыс жауаптарыңызды айтасыздар. Кім ақиқатты айтады немесе жалғанды айтады? Мына жердегі пазлдағы берілген сұрақтарды мұқият оқыңыздар. Қайсыңыз жауап беретін болсаңыздар, қолдарыңызды көтеріп маған жауап беріңіздер. Әпке, мен ақиқатты айтам. Қане, тұра ғой. Отырар қаласының қақпасын Қараша Хаджип ашып берді. Тексерейік. Дұрыс екен балалар бізде. Әпке, мен ақиқатты айтам. Отырар қазақ даласының айлағы деп атаған. Жоқ, балалар, бұл өкінішке орай бізде дұрыс емес, жалған екен, Келесі балалар кім жауап береді? Әпке, мен ақиқатты айтам. Мұхтар Шаханов Отырардың күйреуі шығармасының авторы. Дұрыс екен балалар. Әпке, мен ақиқатты айтсам бола ма? Моңғол шапқыншылығы нәтижесінде сығанақ, Отырар, Ашнас қалалары толық қиратылды. Балалар, Бибарстың жауабын тексерейік. Дұрыс екен балалар. Бибарс жарайсын, отыра ғой. Арунас, кел жауап бере ғой. Қазылды таңдай көр. Мен жалғанды айтам. Моңғолдар жетісу халқын қырғынға ұшыратып, күшпен жаулап алды. Бұл жалған. Тексерейік. Дұрыс екен. Ақиқат жалғанды тапқан балалар бар ма? Әпке, мен ақиқатты айтам. 1218 жылы Моңғол әскерінен Жебен-Оян жетісуға бастап келді. Бұл ақиқат. Тексерейік. Айарудың жауабын. Өте жақсы балалар, дұрыс екен. Келесі. Балалар, бізде соңғы пазлымыз қалды. Сұрағы, Шыңғыс ханның Қазақстан мен Орта Азия жаулап алуына Отырар опаты түрткі болды. Ақиқат па, жалған ба, балалар? Кім жауап береді? Дұрыс жауабы ақиқат. Балалар, енді жаңа сабағымызды түсіну үшін назарымызды видеоға аударайық. Қазақстан аумағында ұлыстардың құрылуы. Балалар, біз енді үйге алдыңғы сабақтағы тапсырмамен қорытындылау сұрақтарына жауап бердік. Біздің енді осы пазлдардың артында карта ашылды. Сіздерге назар аударсаңыздар, картадағы тұлға есімдерін таныдыңыздар ма, балалар? Балалар, енді картадағы сұрақтарға назар аударайық. Картадағы тұлға есімдерін таныдыңыздар ма? Бұл есім туралы не білесіздер? Қандай саяси бөліністерді байқадыңыздар? Я таныдым, бұл Шыңғыс ханның ұлдары. Балалар, бұл есім туралы не білесіздер? Шыңғыс хан ұлдарына бөліп берген жер атаулар. Балалар, енді қандай саяси бөліністі байқадыңыздар? Ұлыстық саяси бөліністі байқадым. Бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы Қазақстан аумағында ұлыстардың құрылуы. Бүгінгі сабағымыздың зерттеу сұрағы, балалар, Моңғол ұлыстарының құрылу нәтижесінде саяси картада қандай өзгерістер орын алды? Оқу мақсаты 6316 картаны қолдану арқылы 13-15 ғасырлардағы мемлекеттердегі саяси процестерді түсіндіру. 6312 13-15 ғасырлардағы мемлекеттердің этно-әлеуметтік құрылымын анықтау. Балалар, енді назарымызды бейне материалға аударайық. Қазақстан аумағында ұлыстардың құрылуы. мың 1219-1224 жылдарда болған Моңғол шапқыншылығынан кейін Қазақстан мен Орта Азияны Шыңғыс хан империясы басқарды. Ұлан байтақ өңірді жаулап алған Шыңғыс хан көзінің тірі кезінде осы төрт ұлына басып алған территориясын бөліп берді. Осылайша Моңғол ұлыстары пайда болды. Шыңғыс ханның төрт ұлы болды. Олар Жошы, Шағатай, Үгедей, Төле. Ұлдарын ол төрт күлік, жүйрік деп атаған екен. Себебі олар өте ержүрек, батыл болған. Қазақстан аумағы 3 ұлыстың құрамына енгізілді. Қазақтардың ұлан байтақ жері Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы ханның ұлысына кірді. Ол Ертістен Орал тауына дейін, одан оңтүстікке қарай Каспий теңізі мен Арал маңын, солтүстік Хорезм мен Сырдария аймағы, бүкіл шығыс Дешті қыпшақты, яғни Еділдің төменгі ағысына дейінгі зор аумақты алып жатты.
ал ордасы Ертіс алқабында Ұлытауға орналасты. Бірақ жошы Шыңғысханның тірі кезінде қайтыс болғандықтан, ұлыста оның екінші ұлы Бату билік жүргізді. Шағатай ұлысына оңтүстік Ташкент аймағы, оңтүстік шығыс Қазақстан бөлігі, шығыс Түркістан, Мәуереннахр аймақтары берілді. Ордасы Іле алқабында орналасты. Үгедей ұлысына Жетісудың солтүстік шығыс бөлігі, Батыс Монғолия, Ертістің жоғарғы ағысы мен Тарбағатай аумақтары берілді. Ордасы Шәуешек өлкесінде орналасты. Төле кенже ұлы болғандықтан Монғолияға ие болды. Орталығы Қарақорым қаласы болды. Ұлыстардың барлығы орталықтағы ұлы хандыққа бағынатын еді. Жаңа сабағымыздың термин сөздері, балалар, бұл бізде бірінші яса, яғни Моңғол империясының заңдар жинағы. Келесі жаңа сөзіміз, балалар, құрылтай. Жалпы империялық мәселелерді таққа отырғызу рәсімін өткізу мақсатындағы жиын. Ұлыстар, балалар, Моңғол империясының Шыңғысхан ұрпақтарына бөліп берген жер бөлігі. Балалар, енді сіздер жаңа видеодан бірнеше ақпараттар ұғындыңыздар. Енді бізге тапсырма беріліп отыр. Бұл поштадан келген хат әдісі бойынша топтық жұмыс болып саналады. Енді балалар, сіздерге қазір әр топқа сұрақтар беріледі. Сол сұрақтар бойынша постер қорғап, ортада өз жұмыстарыңызды қорғап шығасыз. Бізге берілген сұрақ: Моңғол империясының құрылуы Еуразия даласына қалай әсер етті? 1201 жылы бірнеше тайпалар Шыңғысханға қарсы одақ құрды. 1202 жылы Шыңғысхан моңғолдардың жауы татарларды талқандайды. 1203 жылы Шыңғысхан бастаған моңғолдар керейттер ұлысын талқандады. 1204 жылы Шыңғысхан наймандарға қарсы аттанды. Оның өзені бойында ұлы құрылтай жинала. 1219 жылы моңғолдар Ертіс бойындағы Сырдарияға Жетісу арқылы басып кірді. Және де біздің берілген сұраққа өзіміздің жауабымыз бар. Моңғолстанның Еуразияға алып келген өзгерістері, олар ұлы батысқа қарай көшу орын алды және көптеген қалалар қирап, көптеген адамдар қырғынға ұшырады. Бізге берілген сұрақ Моңғол империясындағы яса заңдарының маңыздылығы. Яса сол кездерде жасақ, яғни ең маңызды заңдардың бірі болып табылған. Ол заңдарды жақсы білу керек. Ол заңдарды терең білген ханзадалар ғана сақталатын. Ол алғаш рет құрылтайда айтылған ясаның 36 үзіндісі әлі күнге дейін сақталған. Шыңғысхан мемлекеті мен империясын басқару үшін ханның ұлы ясасы деп аталатын заңдары арқылы реттелген болатын. Яса заңдары түркі-моңғол елінде ең маңызды рөл атқарады. Яса заңдары жалпы мемлекетте көп мәселелерді шешті. Балалар, енді біздің поштадан келген хат әдісі арқылы жасаған топтық жұмысымызға бағалауды аяқтайық. Яғни бірінші топ екінші топқа баға береді, екінші топ үшінші топқа, ал үшінші топ бірінші топқа өз бағаларыңызды беріңіздер. Мен екінші топқа дескриптор бойынша Моңғол империясының қоғамдық құрылысын анықтады, әрі Моңғол империясының әскери басқару жүйесін түсіндіріп берді. Сол үшін мен екінші топқа 2 балл беремін. Дескриптор бойынша үшінші топ ұлы жасақтың құрылымын анықтады және яса заңдарының қалыптасуының маңыздылығын түсіндірді. Мен оларға 2 балл беремін. Мен бірінші топқа дескриптор бойынша картада Моңғол империясының құрылымын анықтады, Еуразия даласына әсер етуін талдады. Мен бірінші топқа 2 баллды беремін.
Балалар, біздің бірінші тапсырма бойынша жасаған жұмыстарымыздың барлығы өте сәтті аяқталды. Сіздерге өте жақсы деген баға беремін. Енді біздің екінші тапсырмамызды орындамас бұрын сіздерге ұлыстар туралы қысқаша анықтама беріп өтейін. Ұлыстар дегеніміз ол Шыңғысханның ұрпақтарына бөліп берген жер бөліктері. Енді ол ұлыстар жалпы Шыңғысханның 4 баласына ұлыстар берілді. Біріншісі Жошы, Шағатай, Үгедей және ең кенже баласы Төле. Шыңғысханның үлкен ұлының Жошыға Жетісудың солтүстік бөлігі және төменгі Еділ бойына дейінгі жер мен бүкіл Шығыс Қыпшақ аумағы қарады. Енді балалар, келесі Шыңғысханның екінші ұлы Шағатайдың ұлысына Шығыс Түркістан, Жетісу мен Мәуереннахрдың аумағы кірді. Шағатай ұлысының негізгі ордасы балалар бізде Алмалық екен. Және де жазғы ордасы Іле өзенінің алқабындағы Құяш деген жер. Шыңғысханның үшінші ұлы Үгедей ұлысына Батыс Моңғолия, жоғарғы Ертіс пен Тарбағатай аймағы кірді. Ал кіші ұлы Төленің ұлысына балалар Шыңғысханның негізгі жұрты Моңғолия аумағы кіріп жатыр екен. Ал енді оқушылар, келесі біздің екінші тапсырмамыз семантикалық карта. Осы сіздерге сызба кестесі берілген. Бұл кестеде ұлыстар аумағы, орталығы және мемлекеттер. Бұл жерде ұлыстар әр 3 топқа 3 ұлысты бөліп жазып беремін. Және сол ұлыстардың алып жатқан аумақтарын картаға белгілейміз, орталығын жазамыз және де осы ұлыстардан кейін орнына қандай мемлекеттер құрылды. Сол мемлекеттерді осы жерге анықтап жазамыз. Балалар, бұл тапсырмаға бізге 4 балл беріледі сіздерге. Ол бірінші ұлыстың аумағын бірінші атайсыздар, оған 1 балл, ұлыстың орталығын атайсыздар, екінші ұлыстың орнына құрылған мемлекеттерді анықтайсыздар және 4-ші ол ұлыс аумағын мына берілген картада көрсетесіз. Бізге берілген хан Жошы хан. Жошы хан Шыңғысханның ең алғашқы ұлы, яғни тұңғыш ұлы. Оның ұлысының аумағы Жетісудың солтүстік бөлігі және бүкіл Шығыс Қыпшақ аумағы. Және орталығы Ертіс. Ал ұлыс аумағында құрылған мемлекеттер Алтын Орда. Біз мына картада белгіледік. Яғни Қазақстандағы алып жатқан Жошының аумағы. Ұлыс аумағы. Біздің топқа берілген ұлыс ол Шағатай. Шағатайдың алып жатқан жері Түркістан, Жетісу және Мәуереннахр. Шағатайдың демеш, ұлысы деп айтсайыз? Шағатайдың ұлысы деп айтсашы? Біздің топқа берілген ұлыс ол Шағатай. Шағатай ұлысының алып жатқан жері Түркістан, Жетісу және Мәуереннахр. Шағатай ұлысының орталығы Алмалық. Ал ұлыс аумағында құрылған мемлекеттер Моғолстан. Біздің топқа берілген ұлыс Үгедей. Ұлыстың аумағы ол Батыс Моғолстан мен Тарбағатай. Ал бұл ұлыстың орталығы Қарақорым. Ұлыс аумағында құрылған мемлекеттер. Шыңғысханның өлімінен кейін Үгедей ұлысы басқа мемлекетке қосылып, Үгедейге берілген ұлыс таралып кеткен. Балалар, бізде екінші тапсырма бойынша берілген сұрақтарға жауап дескриптор бойынша ұлыстың аумағын анықталды, ұлыстың орталығы анықталды, одан кейін ұлыс орнында құрылған мемлекеттерді анықтадыңыздар, және де ұлыс аумағындағы алып жатқан аумақтарын картадан көрсеттіңіздер. Жалпы осы дескриптор бойынша барлық топқа 4 балдан мен өзім беремін. Енді балалар, сұрақтарыңыз, тапсырмаларға өте жақсы жауап бердіңіздер, өте белсенді қатысып отырсыздар. Біздің келесі бөліміміз сабақты бекіту кезеңі балалар. Енді бұл кезеңде біз сіздермен бірге дескрипторға назар аударатын болсақ, Моңғол империясының құрылымына қатысты ақпараттарды анықтаймыз, ұлыстардың аумағына қатысты ақпараттарды анықтаймыз, және де ұлыс орталықтарын және Моңғол империясының саяси құрылымына қатысты білімдерімізді көрсету мақсатында WordWall платформасында жасалған сәйкестендіру тапсырмаларын бірге орындайтын боламыз. Сәйкестендіру тапсырмасында балалар өздеріңізге жаңағы білген сұрақтарыңызды орындарыңыздан тұрып жауап берсеңіздер болады. 10 мың адамнан тұратын жасақ. Қалай аталды балалар? Арунас? 10 мың адамнан тұратын жасақ. Түмен. Келесі балалар, Моңғол империясының ұлы заңы. Бағжан?
Моңғол империясының озаңы яса болды. Келесі сұрағымыз балалар. Моңғол империясының жоғарғы билеушісі. Моңғол империясының жоғарғы билеушісі Жошы. Келесі сұрағымыз балалар. Жетісу аумағы енген моңғол ұлысы. Жетісу аумағы енген. Жетісу аумағына енген моңғол ұлысы Жошы. Келесі сұрағымыз балалар. Шыңғысхан ұлдарына берілген жер. Шыңғысханның ұлдарына берген жер ұлыстар. Шағатай ұлысының негізгі ордасы. Бақжан. Шағатай ұлысының негізгі ордасы Алмалық болды. Балалар, бүгінгі сабағымыздың рефлексия әдісі, яғни жаңағы топқа бөлінген кезде алған стикерлеріңізге бүгінгі сабақтан алған өз әсерлеріңізді жазып, кері байланыс жасап кетіңіздер. Балалар, бүгінгі біздің жаңа сабағымыз сонымен аяқталды. Бағалау парақтарыңызды топ басшылары бағаларын жазып, маған өткізіңіздер. Және де балалар, сіздерге үйге берілетін тапсырма 33-ші параграф Шыңғысхан империясы және ұлыстар. Және де 91-ші беттегі өз біліміңді тексер сұрақтарына дәптерлеріңізге жауабын жазып, келесі сабаққа дайындалып келесіздер. Сау болыңыздар.